Қадірлі тыңдаушылар, арнамызға жазылып, айналадағы ағайынмен бөлісуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде лайк басып, комментарий пікір қалдырыңыз. Және осы романда кем дегенде 5 танысыңызға жіберіңіз. Алдын ала рахмет. Ендеше сіздерге де, бізге де сәттілік. Соңғы көш романы. Қабдеш Жұмәділов. 1-ші бөлім. Шығар күнді төбе басында тұрып қарсалып, батар күнді төбе басында тұрып ұзатып салу, Сахарада мал өсіріп көшіп қонған халықтың қанына сіңген қадет. Бұл салттың көшпенділер тұрмысында дәл қашан енгенін кім білсін, бәлкім өршіген тау, өшіккен жаудың заманында жолды баққан, шаң күзеткен ереуілді күндерден қалған бір белгі осы шығар. Есігінің алдында төбе болса, ертеулі тұрған атпен теңдеп түсінетін ауыл ақсақалдары ертеліге жотаға шығып, бір мезгіл өткен кеткенді еске алып қайтпаса, көңілдері көншімейтінді. Батып бара жатқан күнге қарай отырып, боз шолақ аттай келте ғұмырдың тағы бір күн өтті-ау деп күрсінеді олар. Өздеріне қарай бет алған елді де, жауды да, жолсоқты боп қоналқы аңсап келе жатқан жолаушыны да көз ұшынан шырамытып көріп отырады. Күннің көзі еңкейіп, сонау батыс көкжиектегі Бақты тауының желкесіне иек арта берген шақта Қанағат би ауыл сыртындағы төбенің басына көтерілді. Бидің соңғы бір айда үйден аттап шыққан осы. Жазғытұрым қыстауда жылжып, осы жұртқа келіп қонғаннан бері сүзекпен ауырып, төсек тартып жатып қалғанды. Жалғанның жарығына киіз үйдің есігі мен түндігінен ғана көз жіберіп, сарғайып ұзақ жатты. Науқастың жанына батқаны соншалық, енді маған жер басып жүру жоқ шығар деп ойлап еді. Бірақ үйтіп күпірлік етуге де болмайды екен. Енді қанша су ішері барлығы кім білсін, әйтеуір бұл жолы қатерден аман қалған анық. Шіркін жарық дүние-ай, сенің бір күніңді немен теңеуге болар екен? Би қуана көрсінді. Кәрі көзіне туған жердің мына бір кешкі көрінісі балбұл жанып, оттай басылды. Осынша әсемдікті күнді көріп, белшеден басып жүріп, бұрын қалайша байқамаған. Соған өзі қатты таңданып, ойланып қалды. Даланың көгі жетіліп, айнала төңірек ұзатылатын қыздай жасанып тұр. Қараған тобылғы тегіс бүрлеген. Бетегемен қияқ тұсардан келіп, сәл жел тұрса, шайы шымылдықтай сусылғаған. Ауадан күн нұрына қаныққан көк шөптің иісі бұрқырайды. Қанағат кеудесін көрікті үйгеріп, терең тыныстатты. Мана үй ішінде бір түрлі қапаланып, тұншыққандай болып еді. Далаға шыққалы сарай ашылып, бой жеңілденіп қалып. Қолтығынан демеп жүрген інісі нұрғаздан әдейі шетке қағылып, өз бетімен таяққа сүйеніп, әрі-бері жүрді. Бидің өңі қазір өте жүдеу. Бір кездегі қызыл сары нұрлы жүзі қу шүпіректей бозарып кеткен. Көзі шүңірейіп, танауы қусырылып, әлі ақ кіре қоймаған сақал мұртының да қырысынып, арық аттың жалындай ұйпаланып шалынады. Тер қатып қалмау үшін 4 сайлы найман тымағын басыңқырай киіп, кең қаптал шапанның сыртынан памази белбеу буынып алған екен. Қазір оның бәрі қолқылдап, бөтен біреудің киіміндей бойына қонбай тұр. Жақын маңға қарауға көз жанары шыдамай тала берген соң, алыс-алысқа көкжиекке назар салады. Сонау оңтүстікте аспан мен жердің астасқан тұсында көгілдір пердедей мұнартып, майлы жайыр таулары көлбеп жатыр. Төңірек кеугім тартқан сайын шығыс жақтағы орғашар биіктерді аласарып, теңізге батқан кемедей қарауытып шөгіп барады. Сол Орқашар тауының басталып, Қаракемерді белдеулі бағатын Еміл өзені бұл жерден қазір көрінбейді. Ал қыста бүркіт салып жүріп, Тарбағатайдың бір биігіне шықсаңыз, Емілдің мұзды кемер белбеудей созылып, жарқырап жатқанын көресіз. Сондай бір сәтте Қанағат, Құлыстай деп аталатын қазан шұңқыр кең өлкені қазақы ердің қапталын ұқсатушы еді.
Тарбағатай тауы ердің алдыңғы қасы болғанда, майлы жайыр сілемдері ердің артқы қасындай, ал ортадағы Еміл дариясы көлденең салған күміс пыстан іспетті. Таяудағы арқарлы жазығының үстінен будақ-будақ шаң көрінеді. Ел ішінде әлі де ала шапқын бүлік бар секілді. Әр тұстан етектерін жел көтере еңкейе шапқан атты кісілер қылаң береді. Қанағат сол тұсқа қарап сәл тұрды да, тізесі шыдамай ұйып бара жатқан соң көк шөптің үстіне жайғасып отыра қалды. Төменде сай табанында Қанағаттың қара шобыр атанып кеткен көк қоңыр үйлі мол ауыл отыр. Қотан ортасында керме қосақ қойды жебей сауып жатқан қатындардың жаулықтары ағараңдайды. Ауылдың балашаға кемпір шалы кешкі малдың қамымен көген басында жүр. Сол маңнан үздік-үздік айқай, түсініксіз сөздер естіледі. Біреу бас үйтіп жатыр ма, кешкі самалмен лесіп әлде қайдан күйген құйқаның тұщы иісі келеді. Таяу маңнан жылқы кісінеді. Ауылдың ар жағындағы көгалда дом боп жараған жирен ат арқандаулы тұр. Үйір іздеп тықыршып тұрған сол екен. Сырт бошымы шөншіктің жиреніне келіңкірейді. Шет жақтағы дөңгіршектей боз үйдің қасында дәртесін көкке қаратып, серейтіп қойған су жаңа көгербаны көріп Қанағат. Шөншік қалаға кетті деп еді, келген екен ғой деді. Қасында отырған Нұрғазыға. Тілдестіңдер ме? Біздің Естайдан хабар білем екен. Түр-тұлғасы Қанағатқа тартып, бірақ қырыққа келгенше сақал мұрт қоймай, бет аузын жып-жылмағай қып қырып жүретін Нұрғазы енжарлау жауап қатты. Бағана кіріп шыққанмын, сауды істеп анталаған қатын қалаш жол беретін емес. Естайды көріпті, жақында оқулар аяқталатын көрінеді. Алда айналайын-ай, ауылды сағынып, алаңдап жүрмекен, ат жіберу керек еді деп Қанағат қалада оқитын баласына айтқанда өңі жылынып, еңсесі көтеріліп қалды. Біраздан кейін бидің назары тағы да шөншіктің көгербасын ауды. Тыйын сауған неме, әдейі келіп сәлем бергенді білмейді деп ойлады қабағын кіржитіп. Шөншік биыл үйіне әппақ үзік жауып алыпты. Жылдан жылға дүрілдеп байып бара жатыр. Жұрт қайдан білсін, ана қорада жатқан малдың бәрі Қанағаттікі деп ойлайды. Соның жарымының көбі шөншіктікі. Ақша дегеніңіз былай, осыдан 10 шақты жыл бұрын білегіне шарба қылып, ауыл-ауылды жаяу аралап, айна тарақ сатып жүретін жетім бал еді. Әркімдерден зәбір көре берген соң, бидің қолтығына келіп паналағанды. Өзіне сауда жағып, бір жылға жетпей ат сатып алып, уақ-түйек мәліміш бұйымдардан нешесі қымбат сатам десе де, бұл маңда оны тектейтін кісі жоқ. Сөйтіп жүріп Көншік 3-4 жылдың ішінде 10 шақты қара 40-50 қой жинап алды. Ана жылы Қанағаттың өзі бас құда боп барып, мына Мәметбек ішіндегі біреудің қызын алып бергенді. Қазір балалы шағалы, кәдімгідей кісі түсетін қатардағы үйдің бірі. Қанағаттың ойына жазға салымғы бір оқиға түсіп, еріксіз езу тартты. Бір бейтаныс жолаушы ауыл шетінде бұған жолығып, отағасы Шөншіктің ауылы қайда екен білмейсіз бе деп сұрағаны бар. Би не дерін білмей сасып қалды. Әзірше бұл маңда Шөншіктің ауылы дейтін ауыл жоқ. Бұл Қанағаттың ауылы. Ал Шөншіктің үйін сұрасаң, сонау ақ үзікті шеткүйге бұрыл деді әлгіге. Не істейсің? Уақыт деген сол, біреу озып, біреу тозып жатқан заман. Ол ойдағы ауылдан көзін алмай ұзақ отырды. Қараш үйлерді іштей түгендеп санап шықты да. Әлгі біздің ауылға жаңадан біреулер келген бе? Үй саны молайып қалыпты ғой деді Нұрғазыға қарап. Үсті-үстіне келіп қосылып жатыр деді Нұрғазы қабағын қарыс шауып. Не жыны бар екен? Осы маңнан аш аламан жоқ жітігі басқа жер құрғандай бізді қарақтайтын болды ғой. Құдайдың жерін аяйсың ба? Келсін. Көлеңкесінде ит жатпайтын біреу болсаң, жұрттың сенде несі бар? Жоға тіпті басынып барат деді Нұрғазы түнеріп. Сіз ауырып жатқанда тағы үшейге қосылды. Нұғыманның малшы-жалшылары ендігі жетпеген сол ет, кеше Төлеубай шалге ұшып келіпті. Қайсы Төлеубай? Арғын Төлеубайда баяғы. Әкбардың басына бұлт үйірілген соң, енді бізді тауыпты ғой.
Қанағат үндеген жоқ. Bir жерін ауырсынғандай, қабағын шытып, інісіне қаратта қойды. Әлі еншісі бөлінбеген екі үйдің ортасындағы шағын шаруа осы Нұрғазының мойнында. Бидің өзі үнемі ат үстінде жүретті, тіршіліктің ұсақ күйбеңіне көп араласпайды. Сондықтан бар жұмысты мен тындырып жүрмін дегендей, кейде Нұрғазының осылайша бетімен кетіп ырыққа көнбейтін кездерде болушы еді. Осы кезде ауыл жақтан айда, айда деген үйреншікті айғай естілді. Бұл бел астында қозы қайырып жүрген балаларға берілген белгі. Солақ мұң екен, шығыс жақтағы жотадан ірімшіктей кілең қызыл қозы таудан сағырнаған қорым тастай болып ауылға қарай лап қойды. Шуылдай маңырасып, бәйгатындай үздік создық құйғытып келеді. Ұмар-жұмар күйінде қозақтан енді босаған саулық қойларға келіп араласты. Маңыраған қой қозы талайға дейін табыс алмай, азан-қазан төңіректегі тіршілік үніне толтырып жіберді. Кешкі малды жайғап болған соң, ауылдағы үлкендерді бір-бірлеп дөң басына қарай аяңдайды. Ең алда келе жатқан ұзын бойлы, әппақ сақалды белуарына түскен Төлеубай шалды Қанағат би сонадайдан шырамыпты. Оның соңын ала Қаймолда, Қасым, Сағымжандай үлкендер, Байжұма Бақтиярдай жігіттерді бәрі беттеп келеді. Жас үлкені де, кішісі де Қанағатқа жамырай сәлем беріп, денсаулық жағдайын сұрап жатыр. Жүздерінен масайраған шаттық лебесет, көптен дертке шалдығып, төсек тартып жатқан ауыл ағасының бүгінгі бас көтеріп, үйден шыққанына көрші қолаң түгел елеңдесіп, шын қуанып қалғаны бар. Барлығы биді ортағала алқа отан жайғасып болған соң, жас мөлшері Қанағатпен тұрғылас Қасым бәрінің атынан бір басалқы тілек айтты. Қайран, Биекай, дерттербезден айығып, қалқайып қатарға қосылғаның қандай жақсы бол. Бәріміздің айпарадай адам болып, дардайып жүргеніміз сенің арқаң екен. Қараңғыда шамға тартқан көбелектей, ойдан қырдан бір сенің панаңа кеп жиналған едік. Сен ауырып жатып қалғанда, осы отырған шабан шартақ, қара шобырың жетім қалғандай, жалтан көз боп жүнжіп кеттік емес пе түге, деп қасындағыларға жағалай қарап өтті. Итті иесімен қинасын деген солда, Құдай енді осы қуаныштан айырмасын. Басқаларда Қасымды қоштап, жамырай тіл қатты. Не керек, Биекең бәрімізді бір қорқытты ғой. Өзімізді бүйтіп қатарға қосылады деп ойлағамыз жоқ. Мың болғыр Әбдірахман молланың дәрісі шипа болды ғой әйтеуір десіп жатыр. Қанағат ауруды еске алып беруден әбден жалыққан секілді. Өз қалдарың қалай, үй іші балашаға тегіс аман ба, деп көршілерін көзімен сүзіп өтті де, кенет оң жағында отырған Төлеубайға бұрылды. Сізді осы ауылға көшіп келді деп естідім. Қонысыңыз құтты болсын ақсақал, деді оған ілтипат білдіріп. Айтқаның келсін шырағым, Қанағат айтқаның келсін. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат дейді. Кешеден бері басыңды көтіргенге ақ жолдай болдық па деп, үй ішімізбен қуанып жатырмыз. Төлеубай бидің қасына таман жылжып отырды. Жақсыдан қалған тұяқ едің. Біз үшін осы аман жүргеніңнің өзі қаншалық. Ауырып тұрдың, аунап тұрдың, жан қалған соң көрген бейнеттің бір күнгідей білінбейді. Ер жігіт бір терінің ішінде неше толып, неше солмақ. Алла тағала әмсе осындай жақсылыққа жазсын. Әумин, айтқаныңыз келсін, деді Қанағат разы бол. Акбар мен ақиретті көршедіңіз, аяқ астынан неге бөлініп көштіңіз төке? Жөн сұрамақ бізден, жөн айтпақ сізден болсын. Құлағының қақасы бар Төлеубай ұмысына түсіп, тыңдап алды да іле сөйлеп кетті. Жөн сұрағаның дұрыс, Қанағат шырағым. Алдыңнан өтпей, рұқсатта сұрамай, әйтеуір жарлы жақпайдың жақ еді ғой деп, іргеңе басы көктеп қонып алған жайым бар. Онымды айыпқа санама, деп сәл бөгелді. Көрінген жерге күлтөге бергенде жақсылық емес. Бірақ менде қайбір жетіскеннен көшіп жүрдейсің. Басқа түскен бәледен қоян құсап, қашып құтылатын халықпыз ғой ежелден. Осыдан 20 жыл бұрын шығыс таудан басталып ет бұл сүргін. Содан бері тыным тағат тапқаным жоқ.
Әгер әкім басып өткен жолымды бір-біріне жалғайтын болса, дүниенің төрт бұрышын шырайналып шығуға жетер еді. Тіршіліктің түбіне жетем деп жүргенде, өзімнің зауал шағыма да жетіппін. Өлсемде орнықты жерге бар бөлейін деген оймен, кәріге өдемді сүйретіп, қасыңа келіп отырым қарағым. Жер таппай келмеген шығарсың, бетің дұрыс ақсақал, дед қанағат. Әкбардай мыңдайдаған бай болмасақ та, бұйырған несібені бөле жара күн көрерміз. Шырағым-ай, дед Төлеубай қинала езу тартып. Әкбар бай болғанда, кімнің қазанын ас салып беріп отыр дейсің? Көн қасса қалыбына барат, тақырға шөп шықпайды. Әкбарға қанша мал бітсе де, мәйегіне жарымаған тексіз емес пе? Сол тексіздігіне тартпай тұрама, шабаннан желмес туат, сараңнан бермес туат, саңыраудан шақырса келмес туат. Тәйірі Әкбардың әкесі Торсықбайдан қайбір оңған ұл туыш ет дегенде отырғандар ду күлді. Көңіліңіз қатты қалған екен, дед қанағат Төлеубайдың жорға тіліне сүйсініп. Әттең, байекай, бұл көңілің кімнен қалмай жүрдейсің, деп алып, шал соңғы жылдар көрген жәбір жапасын айтып өтті. Төлеубай көп жылдар Әкбар ауылына қоңсы боп отырған. Қолында өнері, аузында сөзі бар біраз адамды маңайына ұстап отыру қазақтың атқа мінер байларының әдеті. Бір жерге қонаққа не құда түсуге барғанда қасына әнші, домбырашы, балуан шешен кісілерді ерте жүруге тырысып бағады. Тіпті ондайда ет жегіш, қымыз ішкіш мешкейлерді ала барып, әлгі ауылдың сабасын сарқып, табағына бос қайтудың өзі абырой саналатынды. Әкбарда Төлеубайдың шежіре шешендігіне, ақпа ақындығына қызығып, қайда барса қасынан тастамай ертіп жүруші еді. Қасын ерген ат қосшысы Төлегеннің өзі небір ақылда, дана сөздерді ағытып отырғанда, әрине мырзаның өзін ешкімде ақылсыз деп ойламайды. Төлеубайдың ұлы кәкен Әкбардың жылқысын бағатынды. Баймалының шетінен сауын сауып, сорба су ішіп, бала шағасы мен кәрі әке-шешесін асырап жүріп жатқанды. Осы көктемде Әкбардың бір үйір жылқысын оралып кетті де, жылқышы айықпас пәлеге қалды. Жоғалған жылқыны кімге берсең де, сен өзің шығарып бердің деп, қорғансыз жігітті Әкбар өлімші етіп сабағанды. Және онымен қоймай, сорпаға семірген жаман кедей, іргемнен көш деп, күнді тепсінетін болған. Бұл қорлыққа шыдамаған Төлеубай, баласы есін жинап, беді бері қараған соң, дереу үйін жығып, осы ауылға келіп паналағанды. Шал осы жайларды асықпай таратып айтып шықты да. Қайтайын, мұңасқанға бір тосқан бар шығар, қарнымның ашқанына жыламаймын ау, қадірімнің қашқанына жылайым деген екен баяғыда бір жетім бала. Сол айтқандай, Әкбардан кеткенім өкініп отырғаным жоқ, тек көрсеткен қорлығы батып барады жаныма. Байсалдайғыр ат жақтайды, қуба сайғыр құлынын талайды. Құдайдың бір шыреткенге зарғып қойуы осы пиғылынан шығар пәтшағардың деп сөзін бітірді. Шалдың әңгімесін үнсіз тыңдап отырған қанағат селт етіп басын көтеріп алып. Ойпыр-ай Төкай, тым қатты кеттің ау. Байғұстың баласыздығын бетіне басып қайтесің. Мына сөзің атқан оқтан да жаман қой. Сенің қарсыңда тек ажалды қарға шықсында, бүйтпесең арғын атаның баласы болармысың деді. Үнінде сүйсінуде, үркуде бар еді. Төлеубай жер шұқылап төмен қарады. Қайтайын, өмірден тартқан зар мен шер тілімнің ұшына у болып жиналса. Мен қайтайын, жатқан жыланның құйрығын басқан өзі ғой. Қанағат біразға дейін тіл қатпай, онсызда жүдеу жүзі бозара түсіп, сақалын тарап отырды. Әкбардың соңғы кездегі кейбір қылықтары есіне түсіп, соған қатты ширығып отыр. Ана жылғы сайлауда Қарамендінің кейінгі жасының ішіндегі еті тірісі сол болған соң, бәрі бәтуаласа келіп, Әкбарды жүзбек сайлап еді. Бірақ ол үмітті ақтамады. Айналасы 4-5 жылдың ішінде халықты қан қақсатып, ел ішіне лаң салып бітті. Сол Әкбардың кінарасынан осы таяуда ғана іргелес отырған Дөртуылдың екі тобы Қараменді мен Жұмық Тоғас арасында тағы бір бүлік бұрқ ете түскенді. Өзі ауырып жатса да, бейді қатты алаң еткен бір жай осы еді.
Айтпақшы, әне күнгі Акбар мен Әділғазы дүрбелеңі немен бітті? Атыс шабыс басылды ма? Сол не болды өзі деп көпшілікке жағалай көз тастады. Ауылдағылар ол әңгімеге сағат сайын құлақ түріп, егжей-тегжейіне қанып отырса да, науқас адамды алаң етпеу үшін оған ештен айтпай әдейі бүгіп жүргенді. Бидің сұрағына немере інісі Бақтияр жауап берді. Алғашқы барымталасу басылды ғой, бірақ жұмық тоғас жағы қалада ұлыққа шабамыз деп жатқан көрінеді. Акбар қаланы қойсын, қазақ жөнімен бітселіктеп кісі салған екен, Әбілғазы көнбейтін рай танытыпты. Жұмық атаның бауырынан жаралған бір адамды әл үстінде жатса керек. Егер ол өліп кетсе, бәленің үлкені сонда басталамы деп қорқам деді. Батыр тұлғалы, үйелмендей алакөз қара жігіт. Мықты неме ғой Акбар. Қолмен істегенім мойнымен көтеріп көрсін деді қанағат түнеріп. Отырғандар біразға дейін үнсіз қалды, тек сәлден уақыттан кейін. Әлгі Акбарда жазығы жоқ, бәрін білдіріп жүрген өзіміздің ұзақ көрінеді ғой деді Қасым сөзге араласып. Екелді шабыстырып қойып, өз үйінде бүркеніп жатыр. Солақ екен, жұрт дуылдасып қалды. Айтпақшы ұзақ қайда? Ол неге көрінбейді? Балапан басып жатқаннан сау мөзі десіп, енді бәрі ұзақ іздей бастады. Нұрғазы әңгімеге араласпай бір шетте кешкі малдың өрісіне көз салып отырғанды. Кенет ол көңілдіні дауыстап жіберді. Міне сағынып отырсаңдар, ұзақта келе жатыр. Мынау дәуде болса, менің сол жездем емес пе? Я, сол екен, соның тұрпатын ұқсайды. Отырғандар тегіс елеңдеп ауыл жаққа қарай қалысты. Шынында да қарағанның бойынан әрең асатын біреу ақтаяғын беліне көлдірен ұстап, осылай қарай емпеңдеп ұшып келеді екен. Дәл соның өзі. Байғұс кеше ғана тіл аузын қойып жатыр емес пе? Ұзақта бәтуа бар ма? Ауырып жата беруге шыдамы жетпеген ғой десіп, жұрттың бәр өздеріне таяп қалған шырға бойлы, шоқша сақалды, кішкентай ғана көк көз сары шалға жамырай көз тікті. Әңгіменің кім туралы болып жатқан ол да сезетін секілді. Жарқаш жіңішке дауысымен шіңкілдеп, сонадайдан сөйлеп келеді. Өңкөй зәндемі қыз талақтар, бәрің жабылып мені биге жамандап отырсыңдар ғой, Менен басқаны сөз өтсеңдір, ауыздарын қисайып кетеді ғой шамасы. Аузы сөзден босамай қып-қысқа аяқтарымен тымпын қағып жылдам жүріп келді. Ассалаумағалейкум деп алдымен қанағаттың қолына жармасты. Айналайын әулием-ай, аман есен түрегелдің бе? Бассыз үйдің иті ырқылдақ деп, өзің жатып қалғаннан бері мына дүние астан кестің болып бүлінді ғой түге. Не боп қал соншама, дед қанағат езу тартып. Өзің қалайсың? Кеше ғана ел жұртпен қоштасып жатыр деп ед, қақшаңдап тұрып алыпсың ғой. Ой, қанағат жанай, несін сұрайсың? Бір жола өліп кетпет демесең, ол дүниенің босағасына барып қайттым ғой мен деп, ұзақ Төлеубайдан төменірек келіп орын алды. Халықтың көз жасына бір сапар аман қалдым әйтеуір. Отта шіркін. Ұзақты құдай сақтай көрдіп, жас төгіп жылап отырған ешкімді көрмедік қой деп құрдасы Сағымжан сылқ-сылқ күлді. Былжырамай, насыбайыңды әкелшей. Жұрт күлісіп жатыр. Ұзақ бұл елге күйеу. Қанағаттың немере әпкесін алып отыр. Сондықтан онымен кәрі де жас та ойнай береді.